Assalamualaikum құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Қазеке YouTube. Достар, бүгінгі видеода біз Индонезия аккаунтын қалай ашу керектігі жайлы айтатын боламыз. Ол үшін выход дегенде Россия язығын Индонезия деген тілге ауыстыратын боламыз. Сосын басып үстін подверить басқан кезде 3-4 секунд қатып тұрады. Ол 3-4 секунд күтіп, аккаунт деген жері астында выход IT деп тұрады. Сонан шығып кетіп, әркімдікі әрі қалай өзіңізге аккаунтыңызда Gastpen немесе Facebook'қа әрі қалай кіру мүмкін. Біз Gastpen ашып тастаған болатынбыз. Сол үшін біз Google мен Google аккаунтпен өзіміздің аккаунтымызды тіркейміз. Ол тіркеместен бұрын әркімнің өзінің аккаунты болады. Сол аккаунтын үстін бассам болды, өзі тіркеліп береді. Сосын Gastpen кіргеннен кейін дәл осылай Россия немесе Индонезия болып шығады. Индонезияны таңдасын, Индонезия немесе Россияны таңдасын, Россияны кіруін басып, кейді басасын. Сол кезде сені автоматически сразу бір ойынға кіргізіп жібереді. Ол ойынды ойна міндетті емес, шығып кетуге болады, ол түкке де кедергі келтірмейді. Просто мен сендерге Индонезия аккаунтын қалай ашу керектігі жайлы көрсетіп жатырмын. Ойнағың келсе ойнайсың, ойнағың келмесе ойнамайсың. Осын кәдімгідей аккаунт ашқан сияқты никнейм жазасың. Өзіне ұнаған никнейм 12 символдан көп болмау керек. Мен мысалға Қазеке KZ деп жазып қойғанмын. Просто Индонезия аккаунтында халявалар бейшін. Халяваның үстіне халява, барлығы тегін заттар, барлығы тегін береді. Региондар барлығы бірде. Просто халявалар бейшін, джекпоттар 10-15 күн сайын жаңарып отырады. Сол жер ұнайтын Индонезия аккаунт. Мысалға джекпоттарында дәл біздігіне джекпоттар, бірақ қосымша заттар көп. Бізде бұл алмадың джекпот шығып деген оружие абыянда бізде шығып кеткен. Бұның оружиялары біздікінен өзгеше 7 күнде, 3 күнде, 24 сағатқа береді. Граната да заттары просто бейшін. Бізде осы футболға байланысты. Футболның формуласы шығып қалуы әбден мүмкін. Шықпауы да мүмкін. Бізге әлі бұл белгісіз. Бірақ шықса жақсы болар еді. Инкубатор дәл біздікіндей болады. 16 күннен кейін өлген. Міне сізге керек болса. Скартидан бізге шықпауы белгісіз. Бұл бейшіне да, просто бейшіне. Индонезияда олд деген жоқ қой, олд деген жоқ. Егерде осы видео саған ұнаған болса, саған пайдаңды тигізген болса, лайкты басып, комментаріңді қалдырып кет. Келесіде біз басқа да сендерге керекті новыйдан шыққан заттарды, новыйдан шығатын видеоларды түсіретін боламыз. Сендермен болған Қазеке YouTube. Келескенше давайте.